Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді қышырлақ болып шығатын самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн, кішкене майонез қосып жібердім. Және бөлек ыдысқа тұзымызды қосып, кішкене уксус тамызып жіберіп, барлығын араластырып, өте жұмсақ қамыр илейтін боламын. Қамырымызды илеп алып, 15-20 минутқа тұндырып қоямыз. Июі әбден қану керек. Сол кезде қамырымыз әдемі жайылады. Қамырымыз тұндырып болғаннан кейін 3 бөлікке бөліп, қамырымды жая бастадым. Жұп-жұқа етіп жаямын. Қамырымның ортасына маргаринімізді ерітіп, үстіне іш майымды қосып, екеуін бірге араластырып жағамын. Сол кезде өте дәмді қышырлақ болып шығады. Қамырымыздың бетіне майымызды жаққаннан кейін кішкене тұн сіңдіріп алуымыз керек. Осылай 3 қамырымды жайып, ортасына майларым барлығын толықтай жағып шықтым. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады, өте керемет болып шықты. Барлық жеріне жағып алдым. Енді орап алатын боламын. Орап, морозилникке жарты сағатқа қойып қойдым. Майы қамырға сіңіп, өте күшті болады. Тура осылай морозилникке салып қойдым. Одан кейін дөңгелек етіп кесіп, қамырымды жайып алдым. Салмасына фарш, пияз және де кішкене картошка қосып, қара бұршымды, тұз дәмдеуіштерімді қосып алдым. Осылай барлығына теңдеп салмасын салып шықтым. 3 түрлі әдіспен түйіп көрсететін боламын. Осылай 3 бұрышты етіп, жан-жағына біріктіретін боламыз. Сол кезде өте әдемі гүл тәрізді болып шығады. Біреуі осылай өрім сияқты, шаш өрімі сияқты болып шықты. Өте әдемі болады. Тағы да біреуін жасап көрсетемін. Жасалу жолы өте оңай, үйреніп алсаңыздар болады. Үшіншісін осылай 3 бұрышты қылып жасап пісірдім. Самсаларымызды осылай барлығын жайғастырып алдым. Астына пергамент қағазымызды төседім. Жұмыртқаның сарысын жағып шығамын. Бетіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша күнжіт шашсаңыздар болады. Мен күнжіт шашып шықтым. Осы кезде печкамыз 180 градуста қызып тұру керек. Қызып тұрған печкеге пісірсеңіздер өте дәмді болып, самсамыз көтеріліп шығатын болады. Самсамыз дайын. Тестасы қышырлап, өте жұмсақ болып шықты. Достар, жасап көрсеңіздер болады. Менімен видеомның соңына дейін қараған болсаңыздар, алғысым шексіз.